Ислам халифаты құрылған кезде онда құл базары болған. Бейбарыс фильмінде бұл көрсетілген. Бейбарыс құл ретінде сатылған. Әлемнің түкпірінен әкелінген қыздар күн ретінде сатылған. Мәселен, арабтардың 9 жасар қызды әйел етуі қыз балаға күн ретінде қараудан шығады. Сондықтан арабтар шетелдіктердің санасына құлсың, құлшылық ет дегенді Алла атымен байланыстыра енгізіп, зомбилап тастаған. Өзін құлмын деп әбден сенген шетелдік мұсылман құл болуға психологиялық тұрғыдан әбден даяр. Жанын ислам үшін беруге әзір болып тұрады. Ал ислам араб әлеміне орасан пайда келіп жатыр. Қазақта ешқашан құл базары деген болмаған. Соғыста тұтқынға түскендердің өзінің бас бостандығы еркін еді. Қазақ оларды уақыт өте өздеріне сіңдіріп алатын болған. Кірме. Қыздарын күндеп емес, қатындыққа алатын. Олардан туған балалардың әке мұрасы алдында құқы бар болатын. Сондықтан жан дүниесі еркін қазақ өз тәңіріне құлшылық етпейді. Қазақ жалбарынады, сұрайды. Себебі ол өзін тәңірдің жаратылысы, яғни тәңірден жаратылған ол қызы сияқты санағандықтан тәңірінен сұрауға құқы бар деп санаған. Тілеу тілесе де қазақтың санасында тәңір өз әкесі сияқты болып тұрады. Сондықтан қазақтың құдайы тәңірі Алла сияқты әр қадамды бақылап қорқытып отыратын қатыгез емес, мейірімді. Мұрат әжей бойынша тәңірден көп нәрсені сіңірген христиан дінінің құдаймен қатынасы сүйіспеншілікке негізделетіні де содан болса керек. Әлемдегі жазалаушы дін біреу ғана, ол ислам. Өйткені ол қылыштың жүзімен орнаған. Исламның өзге халықтарға өз тілінде құлшылық етуіне тыйым салып отырғаны да терең мағына бар.